Ахмет Байтұрсынұлы 1872 жылы Торғай губерниясында бай болыстың семьясында туған. Ұлты қазақ. Ол үкіметке қарсы Алаш партиясының ұлтшылардың жасырын ұйымы. Бұл партия Совет үкіметіне, революцияға қарсы еңбекшілер үкіметіне жек көретін адам, барып тұрған халық жолы. Байтұрсыновтың айымы жасырын қазақ ұйымына неге ұйымдастырушылардың бірі. Ол жасырын түрде ұлтшылдық бағытында Алаш партиясын ұйымдастырған қазақ әдебиетіне баспасөз арқылы теріс ықпал жасаған. Қылмыстық істер кодексінің 108 бабының 7-8 тармаққа сай Ахмет Байтұрсынұлы атылсын. Қинамайды абақтыға жатқаным, қиын емес дарға асып атқаным. Маған ауыр осылардың бәріне өз ауылының иттері ұрып қашқаны. Қош